Құрметті достар, көптен күткен сұрақ жауап 2. Кеттік, бастаймыз. Сәлем, құрметті көрермендер, мен сіздермен әдеттегідей Казбей, және де бүгін сіздермен вызов кешіңіздер сұрақ жауап рубрикасының 2 бөлімін шығарып отырмын. Және де кеттік, бастайық. Және де бізге бірінші сұрақ Аспандияр Қазихановтан әдеттегідей келіп отыр. Осы Аспандияр Қазихановтан ол неге осы вызов рубрикасын жасадың, енді челлендж жасамайсың ба дейді. Мен алдағы уақытта челлендж жасаймын. Егер де қандай челлендж маған ұсынғыларыңыз келеді, соны осы видеоның астына комментарияға жазып кетсеңіздер болады. Келесі сұрақ бізге Аслай Сапарғалиевадан келіп отыр. Руың кім дейді? Менің руым Шеркеш. Шеркештің жауғашысының Аманай боламын. Келесі сұрақ Исламбек Боранғалиевтан келіп отыр. Сенің операторың немесе көмекшің кім дейді? Менің операторым қазіргі уақытта Аспандияр Қазиханов. Осы баламен бірге осы видео түсіремін. Және де келесі сұрақ Алмат Төлегеновтен. Қандай камерамен видео түсіресің дейді? Мен қазіргі уақытта камера жоқ, менде соткамен видео түсіремін. Алдағы уақытта осы камераны сатып аламын. Бізге келесі сұрақ Динас Сапаровадан келіп отыр. Шашыңды қайда жасатасың? Күшті екен прическа дейді. Мен шашымды өзімнің салонымда жасатам. Бізге келесі сұрақ Бекзат Сапаровтан келіп отыр. Ол бізге бірден 3 сұрақ қойып отыр екен. Бірінші жасың нешеде? Екіншісі вызов рубрикасын түсірмейсің бе? Үшіншісі каналының аты неге Казбей деген екен. Менің жасым қазіргі 14-темін. Вызов рубрикасын екіншісін түсіремін. Және де менің каналының аты неге Казбей. Мен алғашында осы каналды ашқанда қазақша бейнесабақ деп ашқан болатын. Соны осы ұзақ атты мен қысқартып Казбей деп қысқартып қойған болатынмын. Тағы да бір сұрақ Марат Асқарұлынан келіп отыр. Ол ойын түсіресің бе дейді. Мен осы алғашқы ойында Warface 1 бөлімін түсірген болатынмын. Енді алдағы уақытта осы комментарияң астына осы ойынның атын жазып кетіңіздер. Егер де сіздер осы ойында ойнайтын болсаңыздар, сол жазып кеткен, мен сіздермен бірге отырып сол видеоны түсіретін боламын ойынға. Келесі сұрақ Наргиз Дәулетқалиевадан келіп отыр. Ол алдағы уақытта влог түсіресің бе дейді. Мен алдағы уақытта влог түсіремін, яғни айтқанда, қазір осы алдағы уақытта жаз уақыты кетір. Жаз уақытында көптеген влогтар болуы мүмкін. Және де бізге соңғы сұрақты Айкөркем Қазиханова қойып отыр. Ол бізге качество жақсы, неге камерамен түсірмейсің дейді. 1080p аз болып тұр ма не?